қайырлы кеш. Бүгін біздер сіздермен дүние жүзін жайлап жатқан, көп адамның өліміне себеп болып жатқан рак ауруы туралы айтатын боламыз. Мысалы Қазақстанда жылына, қарап отырсаңыздар, 2016 жылы 34.260 адам рак ауруымен тіркеуге отырған. Ал 2017 жылы 32.365 адам тұрған. Көп па, аз ба? Әрине көп. Ал енді осы рак неліктен пайда болады? Ол рак деген не өзі? Соған жауап беріп көрейік. Біздің әрбір клеткамыздың өзінің атқаратын қызметі бар. Бір уақытта ол пайда болады, өзінің қызметін атқарады, бір уақытта өзінің қызметі біткен кезде барып, былайша айтқанда, өледі. Оны апоптоз процесі деп атайды медицинада. Сол жасушаның циклы бар, то есть өмір сүру ұзақтығы бар. Өзінің қызметін атқарады. Мысалы, біздің қанымызға қызыл түс беріп тұратын эритроцит деген қызыл түйіршіктер бар. Ол қызыл түйіршіктердің қызметі, эритроциттер, оттегін тасымалдайды. Яғни өкпемізден эритроциттің құрамында гемоглобин болады. Гемоглобин оттегін байланыстырады. Сөйтіп клеткаға алып келеді. Клеткадағы оттегін беріп, керісінше көмірқышқыл газын байланыстырып, өкпемізге алып кетеді. Сөйтіп біздегі газ алмасу процесіне қатысады. Бұл эритроциттің өзінің өмір сүру ұзақтығы бар. 180 күн қызметін атқарады, оттегін тасымалдайды, 180 күн өтеді, барып көк бауырға барып өледі. Көк бауырды эритроциттердің моласы деп сондықтан атайды. Енді осы апоптоз процесс, яғни өзін-өзі басқару механизмі, жасушаның циклы, клетканың циклы бүлінген кезде жасуша көбейе береді, яғни ол өлмейді. Сол кезде рак пайда болады. Кез келген органның, мидың, көздің, бауырдың, бүйректің қанша мүшеміз бар, сол органдардың бәрінің рагы пайда болуы мүмкін. Сол апоптоз процесі бұзылған кезде. Ал енді ол апоптоз процесі, яғни өзін-өзі жасушаның басқару механизмі неліктен бұзылады? Оған қандай себептер әсер етеді? Темекі шегу, білесіздер, дұрыс тамақтанбау, физикалық белсенділіктің төмендеуі. Дұрыс тамақтанбау деген не? Жаңағы зиянды тамақтар мен зиянды сусындар ішу. Алкогольді шектен тыс қолдану, инфекциялық аурулар, қоршаған ортаның ластануы және қызметке байланысты канцерогенді заттар. Енді қарап отырсаңыз, міне кола, міне фастфуд, міне дөнер. Мынау сүт безінің рагы. Қарап отырсаңыздар, мен жаңа айттым, әрбір мүшеміздің өзінің атқаратын қызметі бар. Біздің организмізде, ағзамызда артық зат жоқ. Сүт безінің өзінің қызметі бұл бала емізу. Егер сол қызмет, мысалы, салыстырған кезде бала емізген әйел мен бала емізбеген әйелдер салыстырғанда, бала емізбеген әйелдердің арасында сүт безінің рагы жиі кездеседі екен. Қыздар, қорықтыңдар ма? Бірақ ерлер, сіздер де ойламаңыздар. Ер адамда да сүт безінің рагы болады. Өйткені сүт безі ер адамда да бар, әйел адамда да бар. Гормонның әсерінен әйел адамда өседі, ер адамда өспейді. Сондықтан ер адамның да сүт безінің рагы болуы мүмкін. Өкпе рагымен, осы жерде отырған адамдардың ішінде өкпе рагымен ауырғысы келіп Алладан сұрап жүрген адам бар ма? Ақшасын апарып, мынандай ауру сатып алып жүрсіңдер. Темекі. Өкпенің суреті көрдіңіздер ғой, қарайып кеткен. Темекі шегетіндер қараңдар. Сендер не тосып тұрған? Қазақстанда рактан өлетін жаңағы процент салыстырған кезде ең жиі бұл сүт безінің рагы, сол үшін бірінші қойып тұрмын жаңа, екінші бұл өкпе рагы. Және көбісі жастар. Темекіні кім өндіріп жатыр? Филип Моррис кімнің компаниясы? Енді мынандай болу үшін сен жаңағы американскке ерікті түрде ақша төлеп жатсың. Жаңағы американский айтасың, мені мынандай қыла қойшы деп, күн сайын соған ақша төлейсің. Ол сені с удовольствием мынандай қылып жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Енді саналарында жарылыс болып жатыр деп ойлаймын да, жаңа Филип Моррис байып жатыр, сен рак болып өліп жатырсың, қазақ. Өйткені темекінің құрамында қарап отырсаңдар мышьяк бар, мышьякты білесіздер, өте улы. Жәндіктер өлтіру үшін қолданады. Мышьяк бар, клей бар, сосын қағаз бар, бутан бар, кадмий бар, краска бар, метанон және угарный газ. Угарный газды білесіздер, көп адамдар қыстың күні пеш жаққан кезде угарный газдан өліп қалып жатады. Соны сіздер алып күнделікті өзіңіздің ақшаңызға 300-400 теңге күнделікті жұмсап жатсыздар. Қыздар, осындай красавица болғыларыңыз келсе, темекі тартыңыздар. Қазір әйелдердің арасында өте көп темекі тартатындар, өкінішке орай. Және ол болашақта бедеуліктің тағы бір причинасы. Омар Хайямның бір мынандай сөзі бар: "Ты лучше голодай, чем есть что попало. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало." Не көрінгенді жегенше, кім көрінгенмен болғанша, жалғыз жүріп аш жүргенің артық. Оны не үшін айтып тұрмын? Не жесең, сен солсың. Мысалы, бәріміз мынау көпшілік хозяйкалар тамақ қорған кезде томатты қосады. Сосын томат консервіленген банкіде болса, бүткіл консервыларды жаңағы тат басып кетпес үшін оларды бисферол А деген химиялық затпен өңдейді. Және томат соның ішінде тұрған өнім ертең сіз қолданатын. Сонымен химиялық реакцияға түседі, сіздің ағзаңызға түседі. Кетчуп тоже. Кім қолданады кетчуп? Қолданыңдар ары қарай. Мысалы, мен білмеймін да, нормально өмір сүріп жүрмін. Менің апам 90 жасқа өмір сүрді да. Бір түскен жоқ, 90 жастағы енен өзі сабақтайтын.
Сол кісілер ғой кетчупта жеген жоқ, майонезде жеген жоқ, тортта жеген жоқ, нормально бақытты өмір сүрді. Сүт ішті, айран ішті, қатық жеді, ет жеді, одан кейін көкөніс жеді, кішкене ауылда өскен помидор. Болды, басқа ештеңе жеген жоқ. Мен де сондаймын. Мүлде жемеймін, мына кетчуп деген нәрсені аузыма салып көрген жоқ. Басында салатын, қалай мынаны естігеннен кейін құсып тастайтын, қазір мен кетчупқа қарамаймын. Майонез десе тіпті мен төбе шашым тік тұрады. Қонаққа барған кезде алысып өтемін бәрімен. Не нәрсе тіліңнің дәмін үйре бастаса, сол саған үлкен ертең ауру әкеледі. Қарапайым міне су, қарапайым ет, картоп, помидор, нан. Біз тамақ ішу үшін өмір сүрмейміз. Біз өмір сүру үшін тамақ ішуіміз керек. Сен аштан өліп қалмау үшін біраз тамақ іштің. Өмірдің қызығы адам үшін басқада. Хайуан тамақ үшін өмір сүреді. Сондықтан консервіленген нәрсені қантты реакциядан шығарып тастаңдар, мен айтайын. Қантсыз, вообще қант деген ұмытыңдар. Темекіге жұмсамаңдар, кока-колаға, пепси-кола жұмсаңдар. Білесіңдер ме, қанша ақша үнемдей бастайсыңдар? Тұздалған нәрсені вообще ұмыту керек. Мен үйленгеннен кейін, бір жылдан кейін осыны оқыдым да, бітті тыйым салдым. Менде тек қана квашеный капуста ғана жейміз. Квашеный капуста қыстың күні бір огурчик, бір қияр тұздамаймыз. И нормально өмір сүріп жатырмыз. Сорлы емеспіз. Өйткені мен өмірді жақсы көремін. Мен сау болғым келеді. Бір айналдырған бір кішкене деп дәмін таттың, артынан ауру болдың да, қырт еткізіп жаңағыны тұздалған қияр жедің, как будто кайф, бірақ өзің қастандық жасап жатсың. Сосын бисферол А бұл біздің пластмассалық өнімдер, пластикалық өнімдердің бәрінде болады. Енді біз әрине пластикалық ыдыстарды көп қолданбаймыз, бірақ біздің көп қолданамыз бұл баклажка, яғни пластикалық бутылкалар. Сол бүткіл напитоктар солардың ішінде болады. Ол күнмен реакцияға түскен кезде напитокқа бисферол бөлінеді. Ешқашан машинеде ұстамаңдар жылы суды. Машинеге қалдырып кеттің ба, лақтырып жіберу керек. Суды ішу керек, машина ішінде ұстап, күннің ыстығымен пластикалық ыдыста бітті, жаңа химия бәрі суға беріледі. Мысалы, сіздер оны сатып алғанда холодильниктің ішінде тұрады, сендер ойлайсыңдар, бірақ оны транспортировка дейді, тасымалдау мүлдем сақталынбайды. Қалай болса солай, күннің Алтын Орда оптов көресіңдер, күннің астында жатады. Сол үшін ол мүлдем организмімізге біздің зиян. Европаның бірқатар елдері, Америка, Канада сияқты мемлекеттер дамыған, өзінің болашағын, денсаулығын ойлаған мемлекеттер бисферолы бар заттарға мүлдем тыйым салынған. А бізде бисферолдың не екенін көбіміз білмейміз. Мысалы, мына суретті әдейі қойдым, осы жерде бойдақ, я болмаса үйленген адамдар бар ма? Баласы болашақта балалы болам деп жүрген адамдар, Енді балаларыңыздың осындай онкологияда жатып ракпен ауырғанын қалайсыздар ма? Әрине ешкім қаламайды. Қаламайсыздар, бірақ іс-әрекеттеріңізбен соны жасап жатсыздар. Өйткені осы бисферол, ол біздің ағзамызға түсе салып бірден рак тудырмайды. Ол жинала береді. Сөйтіп біздің ағзамызда иммунитет бар, рак тудырмас үшін организм күреседі, барынша күреседі. Сол күресіп жатқан кезде, бірақ біздің ең уязвимый дейді ғой, ең әлсіз клеткаларымыз бұл жыныстық клеткалар. Яғни аталық ұрық клеткасы, я болмаса аналық ұрық клеткасы. Сол ұрық клеткамыз арқылы біз канцерогенді ертеңгі күні ракпен ауыратын информацияны болашақ ұрпағымызға береміз. Оған дәлел, мысалы бала туылса рак болады. Ол ешқандай зиянды тамақ ішіп үлгерген жоқ, ешқандай бір зиянды іс-әрекеттер жасаған жоқ. Бірақ ол қаяқтан рак болып жатыр? Өйткені оның анасы, әкесі ішкен канцерогенді заттар ұрық клеткасы арқылы баласына берілді. Сондықтан сіздер ойлайсыздар ғой, мен балама жаңағы барлық жақсы тамақты берем, ол неге ракпен ауырды? Фейсбукты бәріңіз көресіздер, барлық көмектесіңдер, жаңағы ақша жинайық деп жатқан аянышты суреттер, осындай. Жандарыңыз ашиды, сөйтіп уже үйреншікті болып кеткен бізге, бүйтіп листать етіп өтіп кете береміз. Ана лайк бас, фейсбук 1 теңге береді екен десе, соны басамызды ары қарай өтіп кете береміз. Өйткені өте көп ондай жағдайлар. Уже құлағымызға сіңіп, етіміз үйреніп алған әбден. Бірақ ол неліктен пайда болып жатыр? Ертең менің балам сондай болмасқа кім кепілдік береді? Сол жайында ойланбаймыз. Бейкүнә сәмбілердің ешқандай кінәсі жоқ қой. Бірақ ол ата-анасының соған немқұрайлы қарағандығының салдарынан. Жаңа напитоктарды ішесіздер ғой, кока-кола, фанта, пепси, спрайт, липтон, макси чай, осыларда жаңағы мен айтып кеткен заттарда бар, баклажкада, сосын метил имидазол и аспартам бар. Аспартам деген бүткіл балаларыңызға алып беретін тағамдардың бәрінде бар. Сағыз алып бересіздер, йогурт алып бересіздер, напитоктар алып бересіздер, шоколад, конфеттер алып бересіздер. Неге оны барлық тағамға қосады? Өйткені ол өте арзан, әрі қантқа қарағанда 200 есе тәтті. Мысалы, килограммда қант қосқанша бір таблетка аспартам қоса салады, өте тәтті болып шығады. Біздің тілімізді үйріп алып кетеді, миымызға информация береді, кайф, келесі жей береміз. Бірақ бізде ауыз қуысында сол рецепторлар жоқ, соны байланыстырып алатын. Сондықтан бір ішкеннен кейін тағы іше бергіміз келеді. Өйткені аузымыз, қуысымыздағы рецепторлар оны қабылдаған жоқ.
Сондықтан бір ішеміз кока-коланы, бір 5-10 минуттан кейін қайтадан ішкіміз келеді, яғни шөліміз басылмайды. Сондықтан мұндай напитоктар мүлдем ішпеу керек. Одан да бір жұтым жаңағы су ішкен артық. Мидың рагының себебі осы аспартам. Егер рак болам десеңіздер, онда жаңағы напитоктар, жаңағы өнімдерді ары қарай қолдана беру керек. Осындай балаларыңыз осындай болсын десеңіздер де қабылдай беріңіздер. Ғалымдар тәжірибе жүргізген жаңағы крысалар, сол кезде аспартамды оларға көп мөлшерде, олар өздері ракпен ауырмайды, балалары, яғни ұрпақтары аспартамды ішпесе де, жемесе де ракпен ауырған. Оларда раковый клеткалар табылған. Аспартамды мысалы тағам алғанда біз құрамын оқымаймыз, аспартамда кейде жазылады, кейде жазылмайды, оны Е951 деп белгілей салуы мүмкін. Сондықтан тамақ алған кезде міндетті түрде оның құрамын не қосылғандығына назар аударуымыз керек. Вообще тамақ алған мен сіздерге айтамын, қарапайым тамақ болды. Су, нан, жеміс жидек, сухофрукты болды. Ештеме басқа сол кезде тамағың да тоқ, денің де сау. Ақшаң да үнемдеулі. Мынаны оқудың қажеті жоқ, просто қаншама ғалымдар зерттеп жатыр, астында оқысаңыздар Кока, Пепси деп тұр. Осылардың қаншама ғалымдар зерттеп дәлелдеп жатыр рак тудыратын. Бірақ ол туралы ешкім білмейді, өйткені оны халыққа жаюдың қажеті жоқ. Оның артында үлкен нейромаркетинг тұр. Кока-кола компаниясына ақша түспей қалады. Жаңағы Филипп Моррис компаниясына ақша түспей қалады. Сондықтан ол жарияланбайды. Негізінде қаншама ғалымдар соны дәлелдеп еңбек етіп жатыр. Сосын маргарин, бүткіл біздің жейтін самса, көшеде жейтін тамақтарға торт бәріне маргарин қосылады. Торттың бәрі маргаринмен жасалады. Білесіңдер ме? Сливочный маймен жасалмайды, торттың бәрі маргаринмен жасалады. Пирожныйдың бәрі маргаринмен жасалады. Пирожныйды ұмытыңдар. Аталарың пирожный жеді ме? Пирожныйсыз өмір сүрді ғой аталарың. Біз де өмір сүре аламыз сол пирожныйсыз, тортсыз. Пирожный бұл біздің бүткіл қан тамырларымызды бітейді, атеросклероз пайда болады. Біздің Қазақстанда өлім жітімнің ең бірінші орында тұрған себебі бұл инфаркт пен инсульт, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары. Осы біздің қан тамырларда түзілген жаңағы атеросклероз майлар, қанықпаған транс майлар деп айтылады. Солар инфаркт, инсультті тудырады және бауырдың өткен бүткіл май бауыр арқылы, білесіздер, өт майды ыдыратады. Бауыр өт жолдары арқылы өткендіктен бауырдың рагын шақырады. Мына жаңа сладости, тәтті нәрселер жеген кезде біз бірнеше зиянды заттарды бір-ақ алады екенбіз. Оның ішінде қант та бар зиянды және ақ ұн бар. Ата-бабамыз диірменнен бір-ақ рет ұнды өткізгенде, содан кейін жеген. Ал ақ ұнды алу үшін ол диірменнен 3-4 рет өтеді. Сонда бүткіл құнарлы заттардың бәрі кетеді, тек қана ішінде оның глюкозасы бар. Ақ нанды жесеңіздер, біраз шайнағаннан кейін аузыңызда бір тәтті бір дәм пайда болады. Ақ нан жейсіңдер ме? Мен вообще ақ нан жемеймін. Тек қана қара нан жеу керек. Мына отрубной нан дейді. Кебектен жасалған нан бар ғой. Ең жақсысы кебектен жасалған нан. Соны ғана аздап мөлшерде жеу керек. Ақ нан, ақ булочканы ұмыту керек вообще. Бүгін крышаларың кетіп отырған шығар да. Енді қалай өмір сүреміз деп. Сосын колбасалар, әртүрлі дайын копченый дейді заттар, бұлар рак тудырады. Неге десеңіздер, олардың ішіне колбасаны жесеңіз жей бергіңіз келеді, оған глутамат қосылады. Қарандар бастарын көтер. Өйткені біздің тілімізде рецепторлар бар. Глутамат сол рецепторларды қоздыру арқылы біздің жүйке жүйемізге, миымызға информация барады. Рахат дегенде, сол кезде глутамат тітіркендіреді, сол глутаматты қосылады. Мысалы, шұжықтардың колбаса қызыл цвет болады, бірақ қандай ет піскен кезде көрсек, ет өзі қоңыр түсті болады, бұған краска қосады. Анық зиян заттар осы шұжықтардың ішінде. Сосын ракпен ауырмас үшін мемлекеттік бағдарлама бар, сол туралы бір ауыз айта кетейін. Әрбір миллиондаған, миллиардтаған ақша бөлінеді, бірақ адамдар өзінің құқығын білмейді. Соны өтуіңіз керек екен. Әрбір сіз поликлиникаға тіркеліп тұрсыз. Әрбір азаматқа сол поликлиникаға миллиондаған ақша бөлініп жатыр. Мысалы, скрининг рак шейки матки, жатыр мойнының обырын анықтау үшін 30 жас пен 70 жастың аралығындағы әйел әрбір 5 жыл сайын тегін скринингтік тексеріс өту керек. Ол жерде мазок алынады, онко раковый клетка бар ма, жоқ па. Скрининг рак молочной железы, сүт безінің рагына 40 жас пен 70 жастың аралығында әрбір 2 жыл сайын маммография өтуіңіз керек. Әрбір колоректальный рак, тікшектің рагы өте өршіп тұр бүгінгі таңда. Ерлердің арасында өте көп. 50 жас пен 70 жастың аралығында 2 жылда 1 рет тапсырып өтуіңіз керек. Скрининг, артериялы қан қысымы, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, жүрек қан тамыры, жаңа инфаркт, инсульт дедім ғой, соларды да 2 жылда 1 рет 40 жастан әрбір 2 жыл сайын 70 жасыңызға дейін өтіп тұруларыңыз керек. Тегін да? Тегін. Бұл мемлекеттен қаржы бөлініп жатыр, бірақ адамдар соны өтпейді және оның мағынасын түсінбейді. Көп жағдайда медсестраңыз участковый шақырса, сіздер айтасыздар, мен сізге отказ жазып беремін, мен уақытым жоқ, бармаймын, анау-мынау. Сосын
ол скрининг ақшалар игерілмей қалады. Сонымен оның барлығы, мысалы, ақша желге ұшып жатыр. Өкімет ракпен ауырмасын біздің халық деп ақша бөліп жатыр, ол ақша желге ұшып жатыр. Өйткені біздің азаматтар құқығын білмейді. Нейромаркетинг туралы айттым жаңа, иә, бізге не ішесің, не жейсің, есі дұрыс адам жыртық джинсы кимейді ғой, бірақ сол нейромаркетинг арқылы бізге соны рекламадан көрсету арқылы не жейтімізді барлығын бізге үйретіп отыр. Соған біз жетегінде кетіп бара жатырмыз, ана конвейердағы сәбилер сияқты. Тәуелдіміз. Сол үшін саналы түрде үлкен ми қыртысын қосамыз. Сәбиіңізді ертең ракпен, я болмаса даму ақауы, жүрек ақауы пайда болғаннан кейін емдегеннің, жылағанның, сықтағанның қажеті жоқ, егер соның алдын ала алмасаңыздар. Осы білімсіздіктің кеселінен біз ана немене береміз, картошка фри. Еще неменен кетчуп қосып береміз де. Сырт көзбен қарағанда сен мынау сондай бір арам адам, мына балам ракпен ауырса екен деген адамсың сен. Білімсіздіктің кеселінен. Мысалы, сіз егер бақытты отбасын құрып, өзіңіздің денсаулығыңызға сенімді болып, дүниеге дені сау ұрпақ әкелгіңіз келсе, не істеу керек? Сондай ой туды ма сіздерде бүгін? Бастарыңыз мынандай болып жатыр ма? Не істеу керек деп, соны біз анау жіпті жинаған сияқты сіздерге көмектесеміз. Бар ғой, ана айтамыз, еврей ауырмай тұрған кезде барады екен, орыстар ауырғанда барады, қазақтар өлейін дегенде барады дейміз, өзіміз жырқ-жырқ етіп күлеміз. Күлетін нәрсе емес. Ол айту күлкің көмір болсын деп, күлкің өшсін деп айту керек. Ол күлетін нәрсе емес, ол адамның өмірі.